Кенен Әзірбаевтың 140 жылдық мерейтойына арналған «Жыр дүлдүлі Кенен» атты республикалық челленджі Алматы облысынан қабыл алып, Ақмола облысына жолдаймыз. Соңғы сөз Кенен Әзірбаев. Жамбылды өлді деуге ауыз бармас, сұмажал көрнеу келіп бауыздамас. Туған соң топыраққа қайтадар кім, қара жер қайсымызбен ауызданбас. Адамға аз жас емес 100 жыл деген, туарымыз басқан ізді білдірмеген. Өлмесе ата-баба қайда кетті, мәңгіге ешкім тегі бір жүрмеген. 100 жасқа Жамбыл ата келіп кетті, жеңісін ұлы отанны көріп кетті. Сүйінші сұрағанда қуанғаннан, көзінің жасы майдай еріп кетті. Бұлдырлап төсегінде жас баладай, өлеңмен өз батасын беріп кетті. Артынша ұзамай алып ақын, төстіктей қазған көрге еніп кетті. Арғы той ұлан асыр, қайран ақын, қазаққа көп дос тауып беріп кетті. Жамбылдың ауылынан қылыз кеп жоқ, жылына 2-3 барсам көңілге тоқ. Күмбезі күмбірлеп бір өзі құсап, Кененжан ән шырқашы. Бармасам болып тұрады көңіл күпті, қалайша ұмытармын жолдастықты. Қаладан, даладан да қайран жұртты, қия өтпей барып тұрады. Жолдасқа бір күн болған 40 сәлем, ол сөзді текке айтқан жоқ ата бабам. Тұрсам да жүрсем дағы елді аралап, Жамбылды күні түні